Оприходование, яғни дүкеніңіздегі бар тауарларды қалай дұрыс есепке алуды умак программасында көрсетіп өттім, түсінікті болған шығар. Енді келесі қадам тауарларды қалай приемка жасау керектігін көрсетіп өте кетем. Тағы да ескерте өтейін, жаңадан закуп жасаған тауарларыңыз немесе сауда фирмалардан келген тауарларды барлығын приемка арқылы қабылдаймыз. Ол үшін умак программасына жеке админдік кабинетіңізге кіреміз. Закупки бөлімінде приемка деген батырманы басамыз. Мұнда штрих-код бөліміне өтіп, тағы да тауарды штрих-кодын сканерлейміз. Тауарларда жасалған закуп санын есептеп, мұнда количество деген бөлімде көрсетеміз. Қасында остаток на складе. Өткен видеода біз 20 штук оприходованиемен жасап өткізген болатынбыз. 20 штук бізде көрініп тұр. Цена по накладной дегенде тауарда закуп жасалған немесе сауда фирмадан қабылдаған бағаны енгіземіз. Ары қарай поставщикті таңдаймыз. Поставщик таңдап болғаннан кейін провести деген жасыл батырманы бассақ, бізде создание платежа деген окошко шығады. Бұл жерден біз товар үшін қай счеттен ақша төлейтін болсақ, сол счетті таңдап, немесе егер товарды реализацияға немесе қарызға алатын болсақ, под консигнацию деген жерге галочкасын қойып, төменде комментарийін енгізіп, создать батырмасын басамыз. Сосын провести батырмасын басамыз, товарымыз есепке алынды. Егер де товарды приемка жасауда шатасқан болсаңыз, дәл солай приемка батырмасынан басып, сол жерде жасалған приемканы таңдап, удалить приемка деген батырманы бассақ, бізде приемкамыз системадан жойылады. Жасаған приемкамызды баспалы түрде шығару қажет болса, экспорт деген батырманы басып, экспорт в Excel жасап алып, принтер арқылы қағазға шығаруға болады.